Достар, сәлем, менің есімім Нұржаубаева Анель, мен сексолог тренермін, бұл сыр білім парақшасы. Бүгінгі тақырып қынаптың тарылтудың топ 3 жолы. Бұл видеоны мен максималдық түрде қысқарттым. Бір өзекті ең басты жолдарын айтқым келіп тұр. Қысқа да нұсқа болсын, сендерге пайдалы болсын. Және бұл видео әрине барлық әйелдерге, қыздарға пайдалы болады. Себебі тарылту бұл тек қана босанған әйелдерге ғана емес, жалпы енді жетілген, енді 18 жастан бастап 60-80 жасқа дейін жасай беруге болады. Байқағаным, көп қыздар, жас қыздар әсіресе жел шығу айтады, әсіресе спортпен айналысқанда или просто отырғанда, тұрғанда қынабымнан ауа жел шығады дейді, ыңғайсыздық туғызады. Және де бұл жерде бұл қынаптың бос болуының себебі, содан соны шешу жолдарын қарастырсаңыз, осы мәселе де шешіледі. Яғни жас қыздарда бұл мәселе, жас үлкендеу қыздардың мәселесі бұл күйеумен қарым-қатынас, яғни уже төсекте сезімталдылық азаяды. Бұл қынаптың бос болуынан көбінесе, және де сезімталдылықтың әлсіз болуынан, және де уже үлкен әйелдерді айтсақ, бұл жас өте келе біздің денеміз өкінішке орай жақсармайды, біздің денеміз керісінше әлсізденіп, тонусы одан да азайып, бұлшықеттер азайып, то есть тонус, бұлшықеттердің тонусы әлсізденіп қала береді. Сол үшін бір қалыпта ұстау үшін біз одан да көп үлес қосуымыз керекпіз. Сол үшін мен оны постоянно айта кетейін, сіз кішкентай қыздарыңызды кішкентай уақыттан бастап спортқа үйретіңіз, то есть өмір бойы спортта болса, әрқашанда денесі жақсы болады. Соның ішінде қынапты да тарылту, қынаптың тонусы да әрқашанда жақсы тонуста болады. Енді 3 жолына келейік, топ 3 жол. Ең бірінші бұл әрине режим. Режим дегенде бұл сіздің күнделікті өміріңіздің графигі. Мысал ретінде, қаншалықты сіз тұрасыз, қаншалықты сіз ұйықтайсыз, сіздің күнделікті планыңыз, сіз не істейсіз, сіз жұмыста отырасыз ба, оқудасыз ба, компьютердің алдыңдасыз ба, қаншалықты далаға шығып ауамен таза ауаны жұтып келесіз, бұл сол режим. Қаншалықты сіз су ішесіз көп, қаншалықты су ішпейсіз ба, сіз тек қана шай или кофе ішесіз бе, соған байланысты. Оның ішінде әрине тамақтану. Бір жағынан ойлайсыз, неге қынап тарылту және де питание, су, бұл өте маңызды, себебі біздің бұлшықеттер содан құралады. Қаншалықты су көп ішсеңіз, қаншалықты біздің клеткаларымыз жақсы питание алып жатыр, қаншалықты біздің бұлшықеттеріміз дұрыс тамақтанып жатырсыз ба, то есть витамин, клетчатка деген нәрсе. Жерде енді бұл питание бұл мүлдем бөлек әңгіме, бірақ дұрыс тамақтану дегенде біз көбінесе білеміз, бұл ет жақсы жеу, бұл клетчатка, овощи, фрукты, сондайды көп жеу, көп су ішу. Себебі егер де сіздің тамағыңызда өте судың мөлшері өте аз болса, егер де сіз клетчатка жемей, кілең нан тамақ болса, дәтті көп болса, бұл запорларға келеді. Запор бұл іштің қатуы, және де іш қатқан кезде көп әйелдерде геморрой, опущение. Себебі сіз күшенгенде бұл өте үлкен нагрузка болады ішімізге, астымызға. Сол үшін ең бірінші, егер де сізде запор болса, сіз тамақтану және де дұрыс су ішу содан бастайсыз. И әрине тамақтану, су ішу бұл полностью сіздің режиміңізге кіреді. Себебі режим сіз тек қана бір нәрседен, тек қана тамақтану айтсаңыз, сіздің ұйқыңыз дұрыс болмаса, бұл сіздің денеңіз қалпына келуге көмектеспейді. Сол үшін бірінші қадам бұл режим сіз толықтай қарастырасыз. Яғни ұйқыңызды реттеңіз. Ұйқы бұл өте маңызды нәрсе. Маған бір эндокринолог айтқан бір әйел, ұйқы жалпы режим, дұрыс тамақтану, көбісі оны ең күшті дәрі дейді, бірақ оны адамдар қарастырмайды. Сол үшін мен оны бірінші орынға қойдым. Екінші бұл денені шынықтыру.
денені шынықтыру дегенде бұл сіздің арқаңыз, бұл сіздің кор бұлшықеттер. Кор бұл диафрагма, сіздің астыңғысыз интим бұлшықеттер, сіздің арқаңыз, алдыңыз. То есть бір коробочка, да, кор дейді. Біз йогада көп жаттығулар жасаймыз корға. Гимнастикада да бар, да. Енді спорт бастаған жандарға, конечно, мен йоганы кеңес берем, йогадан бастауға. Қынапты тарылту үшін біз тек қана қынаппен ғана жұмыс жасамаймыз. Бұл толық денеңіз, егер де сізде арқаңыз ауырса, егер де сіздің ішіңіз бос болса, қаншалықты қынапты тарылтсаңыз да, егер дене толығымен әлсіз болса, бұл үлкен эффект бермейді. Ал егер де сіз денеңізді күнделікті жаттықтырсаңыз, да, хотя бы кішігірім таңертең болсын, да, кішігірім жаттығу жасап, уже сізге қынапты тарылту жеңіл болады. Яғни, уже сіз базаны құрдыңыз, фундамент құрдыңыз, дұрыс тамақтану, анау бәрі бар. Екінші, сіздің денеңіз бұлшықеттері тонуста, и уже сіздің интим бұлшықеттері, интим проблеманы өте жеңіл шешуге болады. Сол үшін өте маңызды екінші жол бұл әрине денені шынықтырып бастау. Үшінші жолы бұл әрине уже интим бұлшықеттерге арналған жаттығулар. Да? Бұл неге топқа жаттығуларды мен қостым, себебі әрине қазіргі таңда тарылтудың методтары өте көп, да, қазір там кегел орындығы бар, и всякие процедуралар бар, бірақ олар қосымша, сіз оған төлейсіз, барасыз, ол бір қосымша бір нәрселер, да, методар. Бірақ біз күнделікті өзіміз жасай алатын методтарды қарастырсақ, бұл кегел жаттығуы. Сіз оны кегелді бастап, любой уақытта просто қазірде отырып, мен кегелді жасай беремін, да, мысалы. Ешқандай үлес керек емес, просто өзіңіз жасай бересіз. Ешқайда бармайсыз, любой жақта жасай бересіз. Сол кегелді бұл топ 3 жолдардың бірі деп, да, мен оны қостым. Кегелді енді дұрыс жасау, жасамау қазір өте әрине көп. Видеоларда мен көп айтқанмын, там курстар да бар, да. Мен де оны видеоларда да айтқанмын. Арнайы тренажерлар бар, да. Сол жерде де үйренуге болады. Тренермен де бөлек жасауға болады, видеодан да қарастыруға болады. Яғни дұрыс қынапты жаттықтыру. Мына жерде мен әрине айта кетейін сендерге, менде рахат тайм деген курс бар. Көптеген әйелдер өзінің мәселесін сол жерде шешті. Қызық болса қатысыңыз, және де соның ішінде біз әрине қынаптың тарылтуымен айналысамыз. Ішінде тренажерлар беріледі, барлық құралдар беріледі, тек қана жасауды. Топ 3 жол, оның ішінде там режим, денені шынықтыру, кегел жаттығуын жасау. Бұл әрине сіздің үлесіңіз, да. Көп қыздар тарылтуда тек қана мен жатам, маған бір операция жасайды, что-то там подтянут, солай жасайды, болды деп. Бұл да шешім бар, да, бірақ бұған жету үшін әйелдер ойлайды, там қанша бала босанды, мысалы біреу әйелдер уже 10 бала, там 8 бала босанды. Оларға әрине қалпына толығымен келтіру мүмкін қиын, да. Олар мысалы осындай жаттығу анау жасағысы келмейді, да. Әйел адам өзі сезеді қаншалықты осында үлес қосамын деп, да. Менің ойымша әрине әйелдер әртүрлі, менің аудиториям көбінесе мені қарайтын жандар, олар үлес қосқысы келетін жандар, жаттығу жасаймын, үлес қосамын, амал жасаймын деген жандар, олар әрине осындай менің айтатын жолдарға сүйенеді. Өзімнің оқырмандарыма рахат тайм курсымның сабағы күйеуімді баурап алу деген күшті бір сабақ бар. Соны мен тегін оқырмандарыма беремін. Оны алу үшін инстаграмыма кіріп, маған 5 санын жазыңыз, және сізге сілтеме жіберіледі. Бұл күйеуімді баурап алу деген, бұл тек қана сексологиядан тыс жолдар айтылады, көп кездесетін және жұмыс жасайтын техникалар. Бұл видео сізге пайдалы болды деп ойлаймын. Сұрақтар болса, міндетті түрде жазыңыздар, мен оларға жауап беремін. Сау болыңыздар.